Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Олжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ұйғырдың дәмді тағамы цомян лагман дайындап үйренетін боламыз. Үй жағдайында қамырын да қолдан созамыз, және де осылай оны қуырып, дәл кафедегідей өте дәмді болып шығады. Маған сеніңіздер, видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецептпен дайындаңыз, отбасыңызға ұнайтыны сөзсіз. Мен қамырын да өзім қолдан жайған болатынмын, өте оңай дайындалады. Оның үйрету жолдары, оны қалай создым, қалай иледім, барлығы осы тікелей сілтемеде қалдырылған видеода бар. Сол рецепт арқылы көре аласыздар. Ал қазір біз осы лагманның етін және де оған арналған қажетті көкөністерді дайындайтын боламыз. Ең алдымен етті тураудан бастаймыз. Мен сиыр етін қолдандым. Қараңыздар, оны осы видеодағыдай етіп турап аламыз. Оның өзіндік лагманға арналған яғни мөлшерінде ерекшелік болады. Сол себепті дәл осы видеодағыдай қараңыздар. Осындай жапырақ секілді, жіңішкелігі де осындай болуы қажет. Қатты қалың да емес, қатты үлкен де емес, кішкентай емес. Дәл осы видеодағыдай мөлшерде барлық етті турап дайындап аламыз. Етіміз дайын болды. Міне дәл осы видеодағыдай мөлшерде болуы қажет. Содан соң көкөністерге кірісеміз. Ең алдымен пиязды ұсақтап турап аламыз. Содан кейін 3 тісше сарымсақты алып ұсақтап тураймыз. Одан соң болгар бұрышын тураймыз. Оны ең алдымен жуып, тазалап аламыз. Және де дәл осы видеодағыдай 4 бұрышты кішкентай кубик мөлшерлі болгар бұрышына барлығын турап аламыз. Содан кейін орам жапырақты, яғни капустаны да дәл солай кубиктеп 4 бұрышты мөлшерде болгар бұрышы секілді турап дайындап аламыз. Көкөністер де дайын болды. Енді қызып тұрған табаға осындай мөлшерде күнбағыс майын құямыз және оған етті саламыз. Және оны жақсылап қуырып аламыз. Содан соң етке пиязды және де ұсақтап туралған сарымсақты қосып, үшеуін жақсылап тұрып 2-3 минут уақыттай қуырып аламыз. Мінекей ет, пияз және сарымсақ қызарғанша осылай қуырып алдық. Содан кейін егерде етті пісіру қажет болса, азғантай ғана су құйсаңыз болады, қайнаған су, және де дәміне қарай оған тұз, бұрыш, зира және де кориандр саламыз да барлығын жақсылап тұрып араластырып, суын бір қайнатып алып, ет піскенше оның бетін бұқтырып жауып қоямыз. Шамамен ол менде 10 минутта етім пісті. Сіз өзіңіздің етіңізді пісу уақытына қарай ыңғайлайсыз. Яғни ол 20 немесе 30 минутта пісуі мүмкін. Кәдімгідей жұмсақ болғанша етіңізді жақсылап пісіріп аласыз. Содан соң табадан етті алып тастап, тек қана майды қалдырып табаны босатамыз. Және оған дайын тұрған болгар бұрышын салып, оны да жақсылап араластыра тұрып, 3-4 минут бойы қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң оған орам жапырақты саламыз және де екеуін араластырып, шамамен тағы да 4-5 минут бойы екеуін жақсылап тұрып қуырып аламыз. Бетін жауып 4-5 минут бойы қуырған жақсы, сол кезде оның өзінің сөлі шығып, иісі де керемет болып, олар қуырылып дайын болады. Кейін оны оттан алып тастап, лагманның қамырын дайындауға кірісеміз. Қамырды міндетті түрде өзіңіз қолдан жасаңыз, себебі өте дәмді болып шығады. Менің рецептімен жасауға кеңес беремін. Содан соң таза қазанға қайнаған су, соя соусын және де томатты салып, осылай үшеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Оның асты баяу отта қосылып тұр, қазанның асты. Содан кейін жаңа піскен лагманның қамырын саламыз, және де оған көкөністерді, дайын тұрған етті барлығын салып, жақсылап тұрып үшеуін араластырамыз. Асты баяу отта қосылып тұрады. Осылай примерно 3-4 минуттай араластырып аламыз. Қараңыз, лагман дайын болды. Өте керемет болып шығады. Иісі деген барлық үйді алып жатыр. Енді дәл ресторандағыдай лагман болып шықты. Міндетті түрде сізге дайындауға кеңес беремін. Отбасыңызға және өзіңізге ұнайтыны сөзсіз. Баршаңызға сәттілік.